Қабір үстіндегі зұлмат, зауал. Имақай аңшы Қаныпезер Чутиннен аман құтылғанына қуанған. Кәпірден өлердей қорықты. Қорықпағанда қайтсын, бұралқы иттей айдалада атып тастауы кәдік еді. Атып тастаса, бұны кім іздегендей. Осы күні қазақтың қаны сұраусыз болып тұрау деп іштей қапа. Қандай есебі барын кім білсін, Чутин мұны шынында да өлтірмей қоя берді. Үйіне аман оралғанына қуанғаны сонша әкелген олжасын бірден шешесіне көрсетті. Онысы сәдуақасты атып өлтіргеннен соң үстінен шешіп алған түлкі ішік пен кемер белдік еді. Батырдың басын кескенде жағасына әнтек қан тигені болмаса, түлкі ішік со қалпы құлпырып, өңі таймаған. Анасы ішікті қолына алып, астарын аударғанда алтайы қызыл түлкінің түгі түрленіп, көз қараған. Кейуана қылшығы өрттей қызыл ішіктің ішін салалы саусақтарымен сипап өтті. Сол мезет алақанын ара шаққандай қолын ішіктен оқыс тартып алғаны. Дуылдап ашыған алақанына көзін шүйіріп шұқшия қарады. Жәндік шаққаннан аман секілді. Сөйтсе де өзін қолайсыз сезінді. Осыдан кейін бәйбіше ішікті бұлай сырып қойып, алақанын ұқылаған беті баласына бұрылып: «Қарағым, бұны қайдан алдың? Кімдікі өзі?» «Кепеудің адамдары берді, бандыны құрықтауға көмектескенім үшін». «Кепеудің ішігі ме сонда?» «Жоға, кепеуді қайдан ішік болсын?» «Сонда кімдікі?» «Апа, бұған неге сонша шүйліктіңіз? Қолға түскен бандының бірінің ішігі, маған бандыны қуған еңбегім үшін бергені». Баласының сөзіне көңілі толмаған Кейуана қайдан білейін, не нәрсе екенін? «Қайдағыға қайдан ілесіп жүрсің? Кепеуде нең бар?» «Бүлінгеннен бүлдіргі алма деген. Кімдікі екенін білсең, өздеріне қайтарып бер». «Бәрекелді, ол адам енді тіріде жоқ. Мұны кімге бер дейсіз?» «Өзім кием, өзім кимесем келініңіз киеді. Болмаса бір-екі тымағы жасатып аламыз». «Сөзге болайын, тіріде жоқ болса, туғандары бар шығар, соларға апарып бер». «Жоқ апа, болмайтын шаруаны қайтесіз». Баласының сөзіне басқадай уәжі қалмаған шешесі етегін бір қағып тысқа шығып кетті. Анасы кетісімен Имақай әйелі таза баланы шақырып: «Әй қатын, апам келгенше мынаны сен киіп көрші» деді. Әйелі болса ішіктің іші сыртына үңіле қарап, ақырын иығына іле беріп: «Жасырмай айтсаң қайтет? Бұл кімнің іші өзі? Қайдан алдың?» «Өй, сайтан алғыр, енді сен қалдың ба мені тергейтін? Сөзді қойда, берген нәрсені киіп көр». Байының көзіне сұраулы жүзін бұрып, үнсіз қараған таза бала: «Дегенмен айтсаңшы, апам жақтырмай кетті ғой жаңа. Не дедің апама? Банды дегенің кім?» Әйелмен бұдан ары тәжікелескісі келмеген Имақай: «Өй, кимесең атаңның, о несей сонша бәлденгені» деп ішікті қатынының қолынан жұлып алған ол үйден шыға жөнелген. Сол екі арада даладан басына шибарқыттан тігілген көнетөс тақия киген ұлы ескен жүгіре кірді. «Көке, тұзаққа бір қырғауыл түсіпті, соны ұстап әкелдім» деді. «Тірі ме екен?» «Иә, тірі, әжеме бердім». «Көке, мынау не? Белдік пе? Көрейінші, маған берші». «Ала ғой балам, мұны кемер белдік дейді. Бірақ бұл саған үлкен болады». Ескен белдікті беліне өлшеп көріп еді, үлкен әрі жалпақ екен. Бала белдікті әкесіне қайтарып жатып: «Үлкен болғанда тағармын» деді. «Ия, айналайын, тағасың ғой» деп әкесі әкелген олжаларын алып қора жаққа шығып бара жатып кері бұрылды. «Айтпақшы Ескен, біздің иттер қайда? Құмайды да, Ақтөсті де көре алмадым». «Көке, олар жоқ, қайда кеткенін білмейміз». «Әй, бишаралар қайда кетуге тиіс? Тышқан аулап, өз күндерін өздері көрейін деді ме» деп үйден шыға берді. Ертеңгілік анасы төсектен тұра алмай сырқаттанып қалды. Имақай шешесінің халін сұрап
Анасының қасында біраз бой келді. Бірдеңеден ұшындыңыз ба? Неден ауырып қалдыңыз? Білмеймін қарағым, денем дел сау, еңсемді көтере алмай қалдым. Таза бала, апам сырқаттанып қалыпты, ас қаузасаңшы, ысық сорпа ішсе оң болар деп әйеліне бұрылған. Анасы ештеңе демеді. Бірақ кешеден бері денесінің белгісіз діріл буып, бойынан әлі кетіп жатты. Сол күннен бастап шешесін сырқат меңдеді. Тамаққа тәбеті жоқ, ұйқысы да қашқан. Осы әлгінде ғана көзі ілініп кеткен екен, үсті басы терлеп, қысылып оянды. Кейуана өзіне не болғанын түсіне алмады. Сап-сау бойына белгісіз кесел жабысып, айналасы аптаның ішінде аздырып жіберген. Күн ұзын, аң қағып, түн ортасында келген Имақай үйге кірген соң әйеліне апам қалай деді. Ұлы Ескен жатып қалған екен. Таза баланың уайымы ұлғайып, үйдегі ас судың тықырланып, тігерге тұяқ, үрерге ит қалмағанын айтып, күйеуіне тесіле қарады. Бойын белгісіз сырқат меңдеген қарт әже төсек тартып көп жатпады. Жағы суалып, жанары суланып, келіннің қолында көз жұмды. Бұл уақытта аштықтың араны ашылып, қырдағы елдің алда тамақ іздеп боса бастаған кез. Имақай аяқ артып жүрген жалғыз атын ертелі-кеш үйдің іргесінен ұзатпай арқандап қоятын. Анасы қайтқан соң көп ұзаған жоқ. Бір күні таң ата арқандағы атын алайын деп барса, арқан бос жатыр. Белгісіз біреулер арқанын кесіп атты ұрлап әкеткен. Имақай сол күннен бастап жаяу қалды. Ауыл іргесінен ұзамай Ескенді қасына ертіп тұзақ құрып, нәпақа айыруға көшкен. Ескен болса ширақ, әкесінен қалмай зыр жүгіріп қолғанат болуда. Бәле жалғыз келмейді екен, шілденің аяғы болу керек. Ескен үй сыртындағы шатқалға құрған тұзақты көріп келуге кетіп, содан оралмады. Жер жұтып кеткендей бала жоқ. Имақай жан ұшырып, ұлын іздеп таңды таңға ұрып сабылуда. Бала табылмады. Шешесінен өлідей, баласынан тірідей айырылған Имақайдың ақыл санасы мәңгіріп қалған. Әсіресе әйелі ес-түссіз. Сондай күннің бірінде ауылға аттылы екі адам соқты. Аяқ көзге өтіп бара жатқан жолаушылар екен. Үкімет тұрмақ, бұларды Құдай тағаланың өзі де ұмытқан кез. Имақай әлгі жолаушыларды тоқтатып, қорадағы ішік пен кемер белдікті бейтаныс адамдарға ұсынды. Бір үзім нанға болса да алыңдаршы деп жалынды. Жолаушылардың бірі, ағасы, жаздың аптабында ішікті қайтеміз, жүк қылып, керек емес деді. Біздің сізге беретін ештеңеміз жоқ, босқа бересіз бе? Мына сөзге ойланып қалған Имақай тез сөз тапқандай болып, қарақтарым, босқа бермеймін әрине. Ауылымызға соғып, бізден басқа да жер басып жүрген адам баласының бар екенін білдіргендерің үшін берейін деп. Әзілі ме, шыны ма, ептеп ыржиған болды. Су жаңа ішік қарағым, иесіз қыстақта шіріп босқа қалады ғой. Біреуге берерсің, болмаса сатарсың. Әлгі азамат Имақайдың сөзіне иланды білем. Ішік пен кемер белдікті қанжығасына байлап алып кеткен. Имақай бәлелі затты беріп жібергеніне құтырғанынан құтылғанына қуанған. Кім білсін, соңғы уақыттардағы басынан өткен жайттарға осы бәленің қатысы бардай көрінген. Одан құтылғысы келген. Ақыры қаймана біреуге беріп тазарғанына разы болып отырды. Келесі күні ертеңгілік тұрса, әлгі ішік пен кемер белдік есік алдында ілулі тұр. Мына кереметті көрген Имақай есінен адаса жаздаған. Тіпті бойын үрей билеген ол, мұны неге қайтарып әкелген, неге айтпай тастап кеткен деп мән жайды түсіне алар емес. Өңі біресе бозарып, біресе сазарып, ішік пен кемер белдікке табынған жандай тесіле қарап қалған. Бұл жасында бұндай сұмдықты көрмеген ол не ойларын білмеді. Бұны көргенде таза балада есі шыға қорықты. Бірақ бойын тез жинаған ол
көп ойланбастан аулаға лаулатып от жағып, ішік пен кемер белдікті отқа лақтырды. Лапылдап жанған қызыл жалынға түскен өрттей қызыл ішік әне-міне дегенше отқа оранып өртеніп кетті. Оның есесіне күмістелген кемер белдік ұзақ жанды. Жарқыраған күміс қатырмалары от қызуымен еріп, жылт-жылт етіп, күлге араласып көмескілене берген. Имақай ішікке де, кемер белдікке де қарағысы жоқ. Бірақ басына түскен бәлекет сонымен кетсе жақсы. Қатыны екеуі қара жұртта қаңырап қалды. Әсіресе әйеліне қиын. Бұны қойшы, қызықты түзден іздеген, әзәзілдің жетегіне ерген, иманын сатқан біреу. Ал мына бейбақ әйелдің жазығы не деп, іші қаншылап өзін жазғырады. Ертеңіне ол тау аралап, аң қағып үйге құс қона келді. Тұзақтан босатып алған лақтай қоянды босағаға тастай берген сол мезет үстінде аппақ көйлек, жоқ, көйлек емес, анасы марқұмның ескі кимешегін киіп алған әйелі таза бала мұның ту сыртынан сығалап қарап тұрды. Оны көрген Имақай тілін жұтып қойғандай, аузына сөз түспей, денесі тоңазып, бойын қорқыныш билеген, екі аяғы зілмауыт орнынан қозғалар емес. Таза бала, ей, мен қоян соғып алдым, сен онда неге тұрсың деді, даусы тұтығып. Әйелін шақырмақ болған Имақай солақ екен, таза бала әрі қарай қаша жөнелгені. Әйелінің бейуақыттағы дауасыз мінезін түсіне алмаған Имақай еріксіз солай қарай жүрді. Ол жақта не болып жатыр деген оймен жүгіре басып жетсе, әйелі тас қораны айналып бет алды құла түске тұтып барады. Үстіне киген енесінің ескі кимешегі ағараңдап, қыр асып көзден таса болған. Имақайдың тұла бойы шымырлап, мұз қарығандай. Қайдағы ойына келіп, таза баланы жамандыққа қимай жан дәрмен. Бұ да солай қарай қорбандады. Ей, бейшарау, қайда безіп барасың, екі кештің арасында деп, саптама етігі қолпылдап, өң-өңдеп келеді. Жүгірді деген аты, күн ұзын, тау тасы жаяу, шарлаған аш адамда қауқарда жоқ еді. Қарағым-ау, қайда барасың деп, ағыраңдаған кимешектен көз жазбауда. Бастапқыда емес, жүгіремін деп өкпесі өшіп, ентігіп қалғаны. Сонда да тоқтамады. Әйелінің өкшесін ала, қыстақтың іргесіндегі белеске көтерілгенде, бейшараның бұлай қарай неге тұтып бара жатқанын сонда ғана білді. Өй, сайтан алғыр, ес ауған шығар бұның, қалайша бұны сезбедім, бәрі сол қу жалғыздың күйі ғой деді, қамыға сөйлеп. Әйелі кетіп бара жатқан тұста шешесінің томпайып жатқан моласы көрінді. Солақ екен, Имақай аяғын ілгері баса алмай тұрып қалған. Не ойларында білмеді. Содан соң әлбіп бейіттің басына жетті. Анасының қабірін құшақтаған әйелі солқылдап жылап, жағы сенбей сөйлеп жатыр. Апашым-ау, балам қайда, ботам қайда, ескенім қайда, мені қайда тастап кетті. Апа, мен саған тамақ әкелдім, ескен жан келсе оған тамақ берші, қарны ашқан шығар деп, біресе жылап, біресе күліп ұзақ отырды. Имақай аяғын ақырындап басып әйелінің жанына тізесін бүгіп, таза баланы иығынан ұстап, өзіне қарай тартып, сенің есің дұрыс па? Жын қағып кетті ме? Жеті түнде не сұмдықты бастадың деді, даусы қатқыл, әдеттегідей дүңкілдеп сөйлеген. Таза бала күйеуінің сөзін естіді ме, естімеді ме, ол жағы белгісіз. Еңкілдеп жылап отырған әйелі кенет сақылдап күліп, сен осының бәрін түбіне жеткен, жазықсыз жандардың қанын арқаладың деп, ұшып түрегелген ол басы ауған жаққа тұтып ала жөнелгені. Имақай үшін мұндай сұмдық сөзді әйелінің аузынан есту оңай болған жоқ. Еңсесін көтере алмай, анасының топырағын сипалап отырып қалды. Өмірі көзінен жас шықпаған тас жүрек еді. Тас жүрегі кенет бордай езіліп кеткендей. Жылағысы келді, бірақ жылай алмады.
Бұл уақытта таза бала беті ауған жаққа безіп, із-түссіз көзден ғайып болған. Жалғасы келесі бөлімде. Канал ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар.